Достар, мен TikToktағы ең керемет жігітпен таныстым. Ол жігіт маған не жібергенін көрсетейін бе? Міне өзі де хабарласып жатыр, жақында сендермен таныстыратын боламын. Айнұр қызым, үй тіршілігіне көмектес маған. Жарайды анашым. Айнұр қызым, сен бой жеттің. Жақында келін атанасың. Үй тіршілігін жақсылап жасап үйрен. Апа, келін болу қашпас. Мен өзім самостоятельная леди болып алайыншы. Мен әлі машина үй алуым керек. Я мақсатыма жету үшін не жету керек? Солай істеймін. Ура! Арман хат жазды. Қазір кездесейік дейді. Қуаныштымын, жауап жазамын. Арманның жазғанына қуанып отырмын. Шашымды тарағанда көңіл күйім одан сайын көтеріледі. Арманның хабарламасы менің күнімді жарқын етті. Қандай керемет түн. Қайда жиналдың қызым? Құрбыларыммен кездесемін. Кешір анашым, бұл менің өмірім ғой. Достар, мен Арманмен кездесуге келдім міне. Айнұр, өмірде TikToktағыдан да сұлусың. Рахмет, Арман. Тағы да сыйлық па? Сен мына түріңмен бірден мені тұрмыс құруға шақырып жүрме? Сенің күлкің сондай әдемі, Айнұр. Рахмет, сен де өте жақсысың. Кім хабарласты? Ешкім. Ойбу, мен сабақтан кешіктім. Түндегі кездесу қалай өтті? Жақсы өтті, қыздар. Сонда ұнады ма? Иә, бәрі керемет болды. Бірақ бір қызық мінезі бар, сендер жазғанда телефоныма сонша қарап қызғаншақтау ма деп қалдым. Қойшы, онда ол ред флэг қой. Айнұр қайда екен? Мыналардың ішінде жоқ сияқты. Әлі де іздеймін. Аружан, сәлем. Келесі дәріске келмейсің бе? Сәлем Азамат, менің жұмысым шығып қалды. Келе алмаймын. Рас па? Өкінішті. Иә, кешірім сұраймын. Рахмет түсінгеніңе. Ештеңе етпейді. Кейін сөйлесеміз. Кіммен сөйлестің, Аружан? Мұның жарамады. Ол менің группаласым Азамат қой. Неге сөйлесесің ол жігітпен? Ол жай ғана дос еді, сенің қызғанышың бекер. Сенің жігіттермен сөйлескеніңді көргім келмейді. Жүр, көлікке отыр. Арман, сен неге өзіңді бұлай ұстайсың, тым қатал? Себебі қызғанам сені. Айнұр, соңғы кездері саған не болып жүр? Маған ештеңе айтқың келмей ме? Айнұр, саған не болған? Көңілің сонша босап, не бізбен кездеспейсің? Қыздар, Арманды түсіне алмадым. Айнұр, ол ред флаг қой. Жоқ, қыздар. Айнұр, сәлем. Мынау саған. Кеттік пе? Арман, негізі бүгін қыздармен кешке бір жерге жиналып емтиханға дайындалуға баратын едім. Айнұр, қойшы, өз үйіңде дайындал одан да. Не болды саған, Арман? Сені құрбыларымнан да қызғанамын. Шынымен бе? Айнұр, кеше неге келмедің дайындалуға? Қыздар, Арман ренжіп қалады, мен лишний раз шықсам. Айнұр, жетер, сен Арманнан қаш. Не қыласың ондай қызғаншақ жігітті? Танысқандарыңа көп те болмады ғой. Кеше и так ренжісіп қалдық. Оған тым шектен шығып жатсың десем, ренжіп кетті. Мен де жазбайын деп шештім. Рас па? Ол неге сондай? Сабыр сақта, бәрі жақсы болады. Уф, Арман, кешірші. Арман анасымен таныстырмақ, бас тарта алмаймын ғой. Мен баруым керек. Арманның анасымен ұнатар ма екен? Ұнамай қалсам ше? Анасы қатал болса ше? Кешігіп қалмадым ба екен? Балам-ау, қыстым жас қой, басқасын таппадың ба? Жарайды, көрейікші енді қызды. Қайда жүр өзі? Арман, сәлем. Сәлеметсіз бе, тәте, мен Айнұрмын. Ал таныс болыңыздар, анашым, Айнұр. Өте қуаныштымын. Аружан, менің анама ұнадың,
Анама тура өзіңдей келін керек. Рас па, Арман? Иә, рас. Иә, Арман, келісемін. Қуаныштымын. Достар, Арман Айнұрға сөз салды. Айнұр келісім берді. Әрі қарай оқиға қалай өрбитінін бірге тамашалайық. Көргіңіз келсе, комментке плюс қалдырыңыз. Арман, баланы ұсташы, мен тамақ жасайын. Айнұр, мен келгенде тамақтайын, бала қараулы болатын күн бола ма өзі? Сен не деп тұрсың? Мен шаршадым. Мен де шаршадым. Бұл бала тек жылайды. Болды, Айнұр, тамақ жасама. Ақыры үйде анам жоқ екен ғой. Мен сырт бірдеңе жеп келемін. Сен осылай отыра бер балаңды бағып. Арман, күте тұр. О, Құдайым-ай, бұл не сұмдық? Апа, қош келдіңіз. Кешіріңіз, апа. Менің бір бөлмелі пәтерімді қораға айналдырыпсың аз уақытта. Кешіріңіз, апа. Жоқ, мен бұған төзбеспін, кет үйден балаңды алда. Апа, мен қателесіппін. Кезінде осы қызды сізге келін қылып. Енді кеш. Арман, тыныштық беріңдерші, демалайын, сөйлесейік. Жоқ, мен шаршадым, тыныштық керек. Арман, кешірім сұраймын, бірақ бала жылап жатыр. Уа, жыламашы, кішкентайым. Балаңды қойып үйді жина, тез. Иә, қазір. Әттеген-ай, кішкентайым, не болды, тыныштал жаным. Ертең менің балам жұмысқа барады. Ұйқысы қанбайтын болды ғой. Келін! Баланы жылата. Ұйқысы қанбайтын болды ғой. Келін, жылата берме. Апа, мен жалғыз. Егер осы өмірге дайын болмасаң, неге байға тидің, келін? Апа, мен тырысамын, бірақ оңай емес қой. Тырысу аз, жауапкершілік керек. Бала өсіру оңай дейсің бе? Келін, тамақ қашан піседі? Қашан мен келгенде тамағың дайын тұрар екен, Айнұр. Арман, баланы ұсташы, мен тамақ құяйын. Баланы қолға әбден үйретіп алдың да елге жалынасың, ұстай тұршы деп. Арман, мен ертең анама барамын. Не үшін? Анаңа неге барасың? Қызым, саған не болған? Ауырып тұрсың ба? Анашым, мен қатты қиналып жатырмын. Білеймін, қызым, мен әрқашан қасыңдамын. Айнұр қызым, жатып ұйықтап демалып ал. Әбден шаршапсың, енең мен Арманның қасқабағына қарайым деп. Рахмет, апа. Жатып тынық, Айнұр. Мен бөпені алып шығамын. Рахмет, апа. Балам, Айнұр қайда? Апасына кетті. Көреміз неше күн қонақ етер екен анасы. Қызым, Арман хабарласпады ма? Жоқ, апа. Оған мен керек емес екенмін. Апа, мен жұмысқа шығайын. Балама қарап бересіз бе? Әрине, Айнұр. Мен немереме қараймын ғой, жұмыс жасаймын десең. Айнұр, аш есікті. Сен әлі де менің әйелімсің. Менің рұқсатымсыз сен қалайша жұмысқа шығасың? Не боп қалды саған, Арман? Есіңе енді түстің бе? Сені алып кетуге келдім. 5 ай демалып болған шығарсың мамаңның үйінде. Неге осынша уақыт хабарласпадың, егер мен керек болсам? Бірақ ойымнан шыққан емессің. Сені әлі де жақсы көремін. Айнұр, үйге кетейікші. Кешір, мен саған қайтамын. Маған уақыт бер, дайындалайын. Тез. Қайтып келдің бе? Мә, үй тірлігін жаса. Иә. Менің үйім сен келіп кетіп жүретін босаға емес. Келдің бе? Жауапкершілік таныт. Үй шаруасы мен бала күтімін толықтай алып жүре алатын болсаң ғана сені қабылдаймын қайтадан. Арман, мен жұмысымды тастамаймын. Жұмыс жасағым келеді. Қызықсың ғой сен, балаңды кім қарайды екен? Сәдеке тапсырамын баламды, еңбектеп қалды, қабылдайды. Келін, мына ыдыстарды кім жинамақ? Орнына сал тез арада. Бала ұйықтағанда тіршілік жасаудың орнына жата қалғаны нес? Ертерек демалуға мүмкіндік болмады ғой. Айнұр, бұл сен бе? Сәлем, Самат. Жұмысқа келген жаңа жұмысшы сен екенсің ғой. Көргеніме қуаныштымын. Кезінде группадағы ең сұлу қыз өзің едің. Жеткізіп салғаныңа рахмет. Көріскенше. Жұмысқа неге шыққысы кеп қалған десем, біреуді тапқан екен ғой. Күйеуің келсін қазір! Қатыныңа ие бола алмайтының бар, неге әкелдің? Айнұрды еркектер машинамен тасып жүр, сен жаяу жүре бер оған сеніп. Кімді тауып алдың сен? Мамаңның үйінде құр жатпасың да. Арман, мен түсіндірейін, ол менің группаласым ғой. Еркектермен сөйлесуші болма, мүлде машинасына да отырма. Жетер, мен саған зат емеспін. Адам сияқты қарым қатынас талап етемін. Өзіңе тілеп алдың, Айнұр. Нең бар еді еркектердің машинасына отырып.
Одан да балаңды қарамайсың ба? Айнұр, сәлем. Сенде бәрі дұрыс па? Не болған саған, Айнұр? Мен сенімен сөйлескім келмейді. Неге? Сен екеуміз дос емеспіз бе? Дос болсаң айтшы, неге мен осынша бақытсызбын, неге? Тыныштал, мен қасындамын. Достар, Осынша кеш келгенің не? кешіріңдер, жолда кідіріс болды. Баланы балабақшадан әкелмедім. Иә, бала қайда? Жауап бер. Балаға да жұмысқа да үлгерем деген өзің ғой. Бар да әкел баланы үйге. Ұлым, менің сенен жақын адамым жоқ. Сен менің бар үмітімсің. Мен сен үшін мықты болуым керек. Айнұр, осыдан бала ауырса көресің менен. Жаңбырда ары бері тасып баланы. Айнұр, анам қонақ күтпек, ертерек барып көмектес. Иә, Арман, жұмысымды тез бітіріп қазір шығамын. Жақсы, тез жетемін. Келін жұмыста, үй шаруасы түгел менің мойнымда. Баланы бағамын. Рас қой, жастарға одан артық қандай қолдау керек? Рахмет, апа. Ой, келініңіздің енемен жолы болыпты. Жарайсыз. Кімді ойлап мұңайып тұрсың, Айнұр? Мен шаршағаннан көңілсізбін. Неге маған бәрін тиіскенді жақсы көресіңдер? Неге үнеме мен кінәлі боламын? Көңілсіз жүргеніме де, бақытсыз болғаныма да, неге мен кінәлімін оған? Достар, енді Айнұр өзін және баласын ешкімге ренжітуге жол бермейтін қайсар қызға айналмақ. Достар, мен TikTokқа қайта оралдым. Мені іздегендеріңе рахмет. TikTokта кімге ұнайын деп отырсың? Апа, менің бөлмеме неге кіресің рұқсатсыз? Шығыңыз бөлмемнен. Келін TikTokта тұрады түні бойы. Сенің одан хабарың да жоқ. Әлде саған бәрібір ме? Айнұр, саған не жетпейді осы? Кім үшін кіресің TikTokқа? Ішің пысса үйтірігімен айт. Арман, мен бәріне үлгеремін. TikTok жүргіземін деп шештім қайтадан. Дымға пайдасыз TikTok'ыңды құрт көзін. Ашуыма тисең телефоныңды қосып алып аламын. Жоқ, тоқтат. Сонда да, құрт көзін. Достар, үйде TikTokқа кіруге мүмкіндігім жоқ. Сондықтан тек жұмыста ғана стрим жасай аламын. Достар, сендерге сондай ризамын. Рахмет қолдауларыңа. Дәл осылай белсенді болсаңдар. Сәлем достар, бүгін таңертеңгі образымды көрсетемін. Бұл менің жаңа бежевый костюмым, өте ыңғайлы. Қалай ойлайсыздар? Лайк басып пікір қалдырыңдар. Келесі бейнеге жазылыңдар. Көріскенше. Арман, сен қашаннан бері әйелдің тірлігін жасайтын болғансың? Апа, мен өз балам, мен әйеліме қамқор болайын да. Айнұр, тамақ дайындап қойдым, сендерді күтір тұрмын. Рахмет, Арман. Арман, ертең демалыста ұлымызды паркке серуендетіп келейік. Тапқан ақшаларында тек қыдыру мен тамақтарына жұмсап жүре бересіңдер ме? Үй алмайсыңдар ма? Менің үйімде қашанғы жүрінсіңдер? Екеуі бақытты бола қапты ғой, аяқ асты. Көрерміз қанша уақыт осылай жүрер екен. Арман, жүр, кешігіп қалмайық. Білесің ғой, бүгін менде жиналыс. Анашым, мына гүл сізге. Ненің құрметіне? Мені дүниеге әкелгеніңіз үшін. Рахмет, ұтыл. Şeksizlikte sezimge dolaşır Erkelikten uzak süyemin sonucu Арман, кешкі асқа жақсылап дастархан жаяйық. Жақсы жаңалығымызды айтайық. Иә, Айнұр, дұрыс айтасың. Бүгін ерекше күн. Апа, жақсы жаңалығымыз бар. Біз үй алдық. Қаласаң біз бөлек шығайық. Бала, мен сендерді ешқайда жібермеймін. Келіңдерші маған. Өмірде көп нәрсе біз қалағандай болмауы мүмкін. Бірақ егер жүрегіңнің тереңінде жақсы ниет пен махаббат болса, өмірің гүлденеді. Достар, мен енді бақыттымын.